Барлықтарыңа сәлем, қалайсыңдар достар? Менің есімім Азамат Хандәулетұлы, жалпы медицина факультетінің студенті боламын. Бүгінгі кезекті тақырыбымыз үлкен және кіші қан айналым шеңберлерінің құрылысы. Видеоны бастамас бұрын каналға тіркеліп, достарыңмен бөлісіп, лайк басып кетіңдер. Ендеше кеттік. Бірінші бізде артериялық және венозды қан тамырларын талдап алайық. Артериялық қанда негізінен оттекке қаныққан болып келеді, ал венозды қан көмірқышқыл газына қаныққан болып келеді. Жүректің сол жақ жартысында, яғни сол жақ жүрекше мен сол жақ қарыншада артериялық қан болады, ал оң жақ жүрекше мен оң жақ қарыншада венозды қан болады. Бұлар бір-бірімен араласпайды. Кіші қан айналым шеңбері оң жақ қарыншадан басталып, сол жақ жүрекшемен аяқталады, ал үлкен қан айналым шеңбері сол жақ қарыншадан басталып, оң жақ жүрекшеден аяқталады. Кіші қан айналым шеңбері бізде жүрек пен өкпенің арасында орын алатын болса, үлкен қан айналым шеңбері барлық организмдерді қамтиды. Яғни, кіші қан айналым шеңбері оң жақ қарыншадан басталады, өкпе сабаулары арқылы екі өкпе артериясына бифуркацияланады, бірақ өкпе артерияларының ішінде венозды қан бар. Бұл өкпедегі негізгі ерекшелік. Ал басқа организмдерде артериялық қан, ал венозды қан тамырларда венозды қан болады. Ал өкпеде керісінше, өкпе артерияларында венозды қан, өкпе веналарында артериялық қан. Өкпе артериялары өкпеге барып құяды, көмірқышқыл газынан тазартылып, оттегіге қаныққан 4 өкпе венасы арқылы сол жақ жүрекшеге келіп құяды. Яғни, мына жерде суретте бір өкпе венасы шығып тұр, негізінен екі өкпе венасынан шығады, әрбір өкпеден. Солай сол жақ жүрекшеге келіп, оттегіге қаныққан қан құяды. Бұл кіші қан айналым шеңберін құяды. Яғни газ алмасуды қамтамасыз етеді. Үлкен қан айналым шеңбері барлық организмді құрайды. Бас, аяқ, бүкіл органдар, бауыр, бүйрек, ішек, көкбауыр, асқазан. Ол қалай жүзеге асады? Яғни, үлкен қан айналым шеңбері сол жақ қарыншадан басталады. Сол жақ қарынша аорта клапаны арқылы аортаға құяды. Ол адам денесінің жоғарғы және төменгі бөліктеріне қанды жібереді. Барлық органдар арасында, яғни тіндер арасында газ алмасу жүзеге асады. Газ алмасу жүзеге асқаннан кейін олар венозды қан болып, яғни вена қан тамырлары арқылы жоғары және төменгі қуыс веналар арқылы оң жақ жүрекшеге келіп құяды. Бұл үлкен қан айналым шеңберін құрайды. Яғни үлкен қан айналым шеңбері организмді қоректік заттармен, яғни артериялық қанмен, артериялық қан құрамындағы қоректік заттармен, оттекпен қамтамасыз етеді. Ал кіші қан айналым шеңбері негізінен көмірқышқыл газынан организмді тазартып, газ алмасуды жүзеге асырады. Бұл организмде қышқыл негіздік тепе-теңдікті реттеп отырады. Тақырыпты қайталау ретінде осы суретті скриншоттап алсаңдар болады. Ал түсінбей жүрген тақырыптарды комментарийға жазып кетсеңдер болады. Және де видео ұнаған болса достарыңызбен бөлісіп, осы каналға тіркеліп кетуді ұмытпаймыз. Бұдан да бөлек көптеген видеолар шығып отыратын болады. Ал жүректің құрылысын толығырақ описаниядан немесе жоғарыдағы ссылкадан көре аласыңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар.